Сәлем достар! Бүгін біз мини чебурек әзірлейміз. Мини чебуректің ішіндегі салмасы тауықтың төс етінен тартылған ет. Чебуректер өте дәмді және өте жұмсақ болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Үлкенде ыдысымызға қайнап тұрған суды құямыз, тұзды саламыз, қопсытқышты саламыз, сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып тұрып, ұнды қосамыз. Ұнды қосып тұрып, тағы да араластырып атамыз. Қамырымыз шамалы қойылған кезде жұмыртқаны қосамыз. Сосын тағы да араластырамыз, ұн қосамыз. Қамырымыз шамалап жылы бола бастаған кезде барлық ұнды қосып, қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Енді салманы әзірлейміз. Жуаны майдалап тураймыз. Тұз бен бұрышты өз талғамымыз бойынша саламыз. Сосын барлығын қолмен жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 2 мм болу керек. Қамырдан диаметрі шамамен 10 см-ге жуық дөңгелектер кесеміз. Дөңгелектерді қамыр кескішпен немесе стаканмен кессе болады. Мини чебуректерімізді түйеміз. Мини чебуректерімізді ысып тұрған майға екі жаннан қуырамыз. Мінеки достар, біздің мини чебуректеріміз дайын болды. Мини чебуректеріміз өте дәмді және өте жұмсақ. Қазір үшін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.